Мекемтас Мырзахметұлы 1930 жылы Майтөбе, Түлкібас ауданы, Түркістан облысында 11 қаңтар 2025 жылы дүниеден қайтты. Кеңестік және қазақстандық абайтанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының 1996 жылы және түркі әлеміне сіңірген еңбегі үшін халықаралық сыйлығының иегері, абайтану ғылыми-зерттеу орталығының директоры, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Мекемтас Мырзахметұлының зерттеу еңбектерінде абайтану мен әуезовтану, бауыржантану, яссауитану, абайдың ақындық зертханасының жайы, ақын мұрасының рухани нәр алған қайнар көздері, Абай Құнанбайұлы мұрасының шығыспен байланысы 1965 жылдан бастап терең зерттеле бастады. Абай мұрасындағы философиясының негіздері мен оның исламға адамгершілік мұраттарына қатысты зерттеліп ашылды. Мырзахметұлы кеңестік кезеңде ақ патшалық Ресейдің Қазақстанда жүргізген миссионерлік саясаты негізінде әшкерелеп, қазақ қалай орыстандырылды, қазақ жеріндегі топонимдер мен антропонимдердің саяси әлеуметтік сырларын ашып, қоғамдық ой-санаға ықпал етті.